Бізге ауыз су бермесе, көлік жүретін көшені жауып тастаймыз. Бүгін 3 айдан бері ауыз сусыз отырған Алматы қаласының Таукөл үш ықшамауданының тұрғындары осылай деп наразылықтарын білдірді. Ал жергілікті шенділер тарапы болса, бұл мәселені бір жетінің ішінде шешеміз деп уәде берді. Осыдан су бермейтін болса, мешіттің жандосы бойын жауып тастаймыз. Бәріміз де шығамыз. Бәріміз де көшені жабамыз. Басқа біздің бұқытымыз жоқ. Алматының қақ ортасындағы Таукөл ықшамауданының тұрғындары ауыз суға жармай отырғандарына шайдан асқан. Қара судың тапшылығын көрген жұртшылық тіпті өздерін өркениеттен жұрдаймыз деп те сезінеді екен. Себебі осы уақытқа дейін жергілікті шенділерден ешбір қайыр көрмедік деп отыр. Жолды жабамыз, басқа бізде бұқытымыз жоқ. Себебі біздің сөзімізді де, біздің жан айқайымызды естіп тұрған ешкім жоқ. Біз су бала-шағамызды даже бетін жумақты көріп, бір шыны шай қойып беретін су таба алмай отырмыз. Қаланың ортасында отырғанымызбен өзіміз бір айдалада қалғандай босқын сияқты сезініп тұрмыз дәл қазір тұрған кезімізде. Тұрғындардың пікірінше қазіргі таңда Таукөл ықшамауданының тұрғындарының 40% тау суын пайдаланып келеді. Олардың айтуынша құбыр жарылған және оған жауапты мекемелер істен шыққан құбырды әлі жөндемепті. Үлкен басымызбен мінекей телевизорда шақыртып су мәселесін көтеріп жатырмыз. Соның өзінде ешқандай нәтиже болмай жатыр. Қардың суын ертіп ішуге мәжбүр болып жатырмыз. Сол қардың суымен жуынамыз, балаларды жуындырамыз. Осы мәселені шешіп берсеңіздер, біз риза болар ек. Не деген сұмдық бұл? 21 ғасыр көшеде. Әлге шейін, я су жоқ, я анандай жағдай болып отыр. Я канализация жоқ. Осы үлкен микрорайонға Таукөл деген қаражат бөлініп, су жібіп, су мәселесін ағып шешілмейді деймін әлге шейін. Естеріңізге сала кетсек, Таукөл ықшамауданының тұрғындары қара суға жармай отырғандарын осыдан бір ай уақыт бұрын түсірген едік. Ол кезде жергілікті шенділер бұл мәселемен таныспыз. Алдағы уақытта бәрін шешеміз деп бізге уәде берген болатын. Ауыз су мәселесінен біз хабардармыз. Сол жерге өткен жолға өздеріңіз келгеннен бері 200-300 үйдің сусыз отырған нелердің бәрі қазір қалыпты жағдай келтірілді. Қалған деді біз 70-60-70 үйде сол ауыз су жаңағы жоқ. Оның бәрі жаңағы тау суынан қолданылып отырған тұрғындарда су жоқ. Халыққа только кішкене бір аптада кішкене күту керек. Онсыз ешқандай шаруа шешілмейді жерде. Шенділердің айтуынша тұрғын үйлерге ауыз суды бірден кіргізу әзірге мүмкін емес. Оған құбырлардың суықта қатып қалуы себеп. Осы ретте әкімдік бір ай бұрын қар түспей күн суытпай тұрғанда қайда қарады екен дейтін заңды сұрақ туады. Алайда тұрғындар үшін тағы бір апта сусыз отыруға тура келеді. Нұрсейіт Жылқышыбай, Дәурен Әбіш, Қазақ Ньюс, Алматы.